Қайырлы күн болсын. Осындай жұмсақ болып пісетін, әрі өте дәмді болып шығатын сливадан жасалынған пирогты менімен бірге дайындап көріңіздер. Құрамындағы ингредиенттері де өте қарапайым, сол себепті жасап көріңіздер. Шаймен ішуге өте жақсы пирог шығады. Енді дайындап бастайық. Ол үшін алдымен сары май 115 грамдай керек болады. Оның үстіне 75 грамдай қант қосамыз. Осы екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Міне миксердің көмегімен жақсылап араластырып алдым. Енді үстінен аздап шым-шым тұз қосамын. Одан кейін бір жұмыртқаны жарып, тағы да миксермен араластырамыз. Алғашқы бір жұмыртқаны жарып болғаннан кейін оны араластырдық. Енді келесі екінші жұмыртқаны араластырамыз. Осылай бір-біртіндеп қосып, жақсылап араластырып жасаймыз. Міне жақсылап миксерлеп алдық. Енді үлкен бір стаканмен осылай ұн өлшеп аламыз. Оның үстіне бір шай қасық қопсытқыш қосып, жақсылап екеуін араластырып, елекіштен өткізіп ыдысымызға саламыз. Ұнымызды қосып, жақсылап араластырып алдық, миксерлеп. Енді жақсылап жуылған сливаларды осылай тураймыз. Бірнеше ұсақ бөліктерге бөліп турасаңыздар да болады. Пергамент қағазын қиып өлшеп аламыз. Енді біз формамызды шетін осылай майлаймыз. Ортасына қойып, астына оның да формасын саламыз. Енді үстіне пирогымыздың қамырын осылайша салып аламыз және бетін тегістейміз. Сливаларымызды осылай орналастырып аламыз. Одан кейін үстінен 1,5 шай қасықтай ванильді қант қосамыз. Одан кейін корица сеуіп шығамыз. 1,5 шай қасықтай кетеді. Енді пирогымызды 180 градустық температурада 40 минуттай пісіріп аламыз. Міне пирог та пісіп шықты. Өте жұмсақ болып және дәмді болып шықты.
сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай дайындалады және ешқандай қатты көп ингредиенттерді қажет етпейді. Егер қараөрік болмаса, басқа жемістерді пайдалануға болады. Менің каналыма жазылып, видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Нұргүл. Сау болып тұрыңыздар.